Дипломат ретінде ел дамуына үлес қосқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше монография авторы. Ол теориялық жағдайды өзінің қызметімен ұштастыра білген ғалым. Бұл тұрғыда профессор Әміржан Қайырұлы Қазақстанның болашағы сыртқы саясаттың дұрыс қалыптасуымен тығыз байланысты. Демократиялық үдеріс, елдің тарихы, адам құқығы сияқты мәселелер біздің сыртқы саяси іс-әрекетімізбен ұштасады. Сондықтан Тоқаев елдің сыртқы саясатының негізін дұрыс құра білген ғалымдар легінің көшбасшысы десем қателеспейміз деген пікірді алға тартады. Ол мемлекет басшысының еңбектерін дәрістеріне 15 жылдан бері арқау етіп, студенттерге білім беріп жүрген ұстаз. Қазақстанның сыртқы саясатына үлес қосқан көптеген ғалымдар болды. Сол сыртқы саясат концепциясын қалыптастыруға, сол Қазақстанның сыртқы доктринасының қалыптасуына үлкен үлес қосқан ғалымдардың бірі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Алғашқы монографияларынан бастап тәуелсіздік жөнінде жазған, тәуелсіздік жөніндегі очерктері, елдің стратегиясы, көп векторлы біздің сыртқы саясатымыз жөніндегі ең алғашқы ғылыми зерттеу жасап, соны іске асырған осы біздің Қасым-Жомарт Тоқаев болатын. Халықаралық қатынастар мамандығын меңгеріп жүрген магистрант Әсия, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың беласу, қазақстандық дипломанттың очерктері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы шындық атты еңбектерін оқып танысқан. Ол автордың жұмыстарын алдағы диссертациясына арқау етіп, пайдалануды жоспарлап отыр. Өйткені автор теорияны іс-әрекетпен шебер ұштастыра білген. Автор Қасым-Жомарт Тоқаев сол халықаралық үдерістердің ішінде жүріп, ақпаратты соның өз қолынан бірінші қолдан беріп тұрған болып есептелінеді. Және бұл еңбектердің ерекшелігі және қызығушылығы әлемдегі атақты саяси элитаның, дипломаттардың айқын портреті белгіленген болатын. Оның еңбектерінің ерекшелігі тағы да айтып кететін болсақ, ол Қазақстан Республикасының шекарасы туралы шындық атты еңбегінде біздің Ресеймен, ақш-пен, Қытаймен және Орталық Азияның басқа мемлекеттерімен қарым-қатынасымыз туралы егжей-тегжейлі талдау жасап кеткен болатын. Дағдарыс кезінде дамыған елдердің көшінен қалмай қалыптасып кету үшін аянбай жұмыс жасап, соның негізінде кейінгілерге қайталанбас нұсқаушы еңбек қалдырған Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясатта алар орны ерекше. Ол сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарған шағында 500-ден аса экономикалық келісім жасаған, ал бұл қажырлы еңбектің айнымас көрсеткіші.